Берілген мақалдар кімдерге тән екенін анықта. Батырға оқ дарымайды, батылға жау жоламайды. Батыр мақтанса жауға шапқанын айтар, қу мақтанса алдап қаққанын айтар. Айлалы батыр алдырмас. Бұл мақалдар жоғарыда келтірілген мысалдардың қайсысына сәйкес келеді? Дұрыс айтасыздар, батыр сөзіне сәйкес келеді. Олай болса, бүгінгі сабағымызда да батыр туралы айтылмақ. Бұл тапсырма арқылы сіздер мақалдың мағынасын анықтап, кім туралы айтылғанын таба алдыңыздар. Керемет. Балалар, ең алдымен бастау сөзінің мағынасын ашып алайық. Бастау сөзі көп мағыналы сөз, яғни көш бастау, сөз бастау, қол бастау, бұлақ деген мағыналар бар. Бастау, жер асты суларының жер бетіне шығатын көзі, оны бұлақ деп атаймыз. Біле жүріңіздер. Жолдасбай Тұрлыбаев 1932 жылы 3 наурызда Алматы облысы Кеген ауданының Жалаңаш ауылында туған. Ерке-серке, балапандар, аңшының әңгімесі, телғоңыр, семсер, бала мерген, тамыз таңы, Райымбек батыр кітаптары жарық көрген. 2017 жылы өмірден озды. Алталаш қайбын асқан Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапраш Наурызбай, Шақшағұлы Жәнібек сынды қол бастаған қаһармандар қатарында Албан Райымбектің есімі де ерекше құрметпен аталады. Райымбек Түкеұлы 1705 жылы қазіргі Алматы облысында дүниеге келген. Батыр қолбасшы, ұлы жүз Албан ішіндегі Алжан руының Сырымбет тармағынан. Қангелді немересі Райымбек 3 жаста ат басын алып жүріп, 5 жаста өзі ат ұстап мініп, жылқы айдапты. 7 жасында белгілі жігіттердің сапында жылқы бағуға жарамды болған. Райымбек бастауы. Райымбек сарбаздары алғашқы күн-ақ сусыздықтан тарыға бастады. Бүгін екінші күн. Шыдауға тура келеді, деді Райымбек жігіттеріне. Таң атып, жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз. Райымбек қатты ойланып отырды да, орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көкойнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Атты жүре шалдырып, сайды өрлеп аяңдап келеді. Жерден көз алмайды. Бір ойпаңдау жерге қарап, кідіріп қалды. Сол араға келгенде, көкойнақ та жерден көк тістеп тұрып оқыранып жіберді. Сол жерден бас көтермей, көкті иіскеп қояды. Райымбектің күтіп келе жатқанда сол еді. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөптей емес, бояуы қанық, қою жасыл, тым балдыр. Бойында судан тартқан нәрі бары апайқын көрінеді. Райымбек дәл аяғының астына бойлата сүңгі соқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жұғылып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай 3 қырлы найзаны сол алғаш сұққан орнына қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұққылап, қайта тартып алғанда сүңгі соңынан атқылап су шықты. Қуанғаннан су деп дауыстап жіберді. Райымбек пен көкойнақтың арқасында шөл далада адам да, ат та суға қанды. Алыс сапардан шаршап, шөлдеп келе жатқан жолаушы болса, өзінің де, көлігінің де сусынын қандыратын мөлдір солы бастауды сол күннен бастап Райымбек бастауы деп атады.